Қыздарға мерекеге қандай сыйлық алдыңыздар десем, барлығына менің алған сыйлығым өте қатты қызық болып жатыр екен. Қыздар ол сыйлықты көрсетуге мен де қатты асығып жүрмін. Алдымен бүгінгі күнімді бастайын. Таңғы асқа осындай бауыр. Мен өзім таңертең тамақ жемеймін. Сол үшін өзіме кофе. Кеше барлығы айтып жатыр, қандай тамақ таңертең ауырлық қылады ғой деген сияқты. Ал біздің үйде ер адам көп болғандықтан тамақ жейді. Дастарханның барлығын жинап болғаннан кейін перде жууға кірістім. Қыздар, бізде күн жылы күшті болып тұр. Көп жерде әлі қар бар екен ғой, иә? Негізінде мен таңертең ертемен тұрғанмын ғой, басқалар ұйықтап жатқан кезде пердемнің барлығын алып жуып қойдым. Оны жуып болам дегенше үйдегілер ұйқыдан тұрды, сосын тамақ шайларын беріп, басқа кірлердің барлығын салып жуып тастадым. Ең соңында осы жердің жалюзиін жуып шықтым. Соның арасында магазинге барып үлгергенсің ғой. Екі түрлі пішінай, осындай құрма, пирогқа осындай сары май, қаймақ, сүт, өзім қатты жақсы көретін сусын. Кешке таман осындай жеті нан тараттым. Барлығын жуып шаям дегенше осындай кеш болды ғой. Соның арасында осы жеті нанды пісіріп, Құран оқытып, барлығын таратып шықтым. Қыздар, бұл жолы сыйлық көрсетуге үлгермедім, ендігі жолы көрсетемін.